Кім осы дүниені қалайтын болса, мән кана юридул ажилата. Яғни ажила дегені негізгі мағынасы тез дегені. Бірақ көбінесе тез деген мағынаның бұл жерде қолданған орны осы дүниені айтып жатыр. Өйткені осы дүниені айтатынға себеп келесі аят ақырет туралы айтылатындығына дәлел. Ажилата, кім осы дүниені қалайтын болса, және басқан емес. Аджална лаху фиха, оған осы дүниеде тездетіп береміз. Ма нашау лиман нурид, кімге қаласақ және қалағанымызша. Осындай бір нүктелер бар. Сонан соң, ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. Сонан соң біз оған орнына қиямет күні ақыретте жаһаннам береміз, дозақты береміз. Яслаха, оған жөнетіледі, мәзмуман мадхура, жамандалған күйі, мадхура дегені айыпталған күйі, төмендетілген күйі. Осы бір аятты талдап, осы тұстан қозғалсақ екен. Адам баласы осы дүниеге келіп, мақсатсыз келмейді, армансыз болмайды адам. Барлық адам бір нәрсені қалайды. Бірақ қазіргі кезде көп адамдар, дінді ұстап жүрген адамдардың өзі юридул ажилата, осы дүниенің дәмін іздеп кеткендігі хақ нәрсе болып қалды. Осы дүниенің атақ мансабы, қайтсем мен мансабым көтерілсе, қайтсем бір дүниені бір тиынды екі тиын қылсам, қайтсем мен бала шағалы болсам, ондай мұндай былай қарағанда адамның бір күндік қалауы. Мысалы, өзіңіз ойлаңызшы, қазір кеш болды. Таңнан кешке дейінгі сіздің бүкіл қалауыңызды жазып шығыңызшы, еске түсіріп. Бір дәптер алыңыз да, кешке шейін сіз нені қаладыңыз жазып шығыңызшы. Таңертең не қаладыңыз? Шай, бет қол, басқа, анау, мынаған ақша берем, анадан ақша алам, мынаны ақша табудың жолына барам, бұлай істеген істеріңіздің барлығын жобасы не үшін екенін жазыңызшы. Қайсысы жеңеді деп ойлайсыз? Сөзсіз дүние жеңеді. Ол дәптеріңіз көрмей-ақ менің аталарым айтып тұр деп қояды дейді. Расында да дәптеріңізді көрмей-ақ егер қарасақ, өзіңіз айтасыз, дұрыс па? Бірден, бір күндік, қазір кеш батты, бір күндік сіздің қалауларыңыздың бәрін жазыңызшы. Не қаладыңыз? Және ол қалауыңыз не үшін еді? Не үшін еді? Атақ үшін, мансап үшін, сондай бір майда нәрсе сияқты. Құранда айтады, кім осы дүниені ғана қаласа, оның артында ақыреті қосылмаса, ешқандай да қосымша жоқ. Тек осы дүние болсам, толсам. Осы нәрсе сіздің қалауыңыз ғана болса, аджална лаху, оған береміз дейді. Бірақ қандай қып береді? Ма нашау, өзіміздің қалағанымызды береміз. Лиман нурид, қалағанша береміз. Яғни, сіз осы дүниенің өзін сұрасаңыз да ше, қалаған адам табан оны. Және Алла қалағанша табасыз. Осы жерде бір нүкте айтып кетсем керек. Қазір осы бизнес тренинг болсын, психологиялық тренингтер болсын, бір нүкте бар. Оны жасырудың қажеті жоқ. Сіз $1 миллион табам деп ортаға мақсат қойыңыз. Иншалла жетесіз. Бірақ қандай дәрежеде жетесіз? Ма нашау лиман нурид.
Алланың қалағанынша ғана табасыз. Алланың қалағанынша ғана табасыз. Лиман нурид, және қалаған адам ғана. Мысал айтайық, қарапайым. Сіз бір бизнес мектебін бітірдіңіз дейік. Ақша табудың ұстасысыз. Ұстазыңыз миллиардер адам сізге қалай ақша табуды, теңге табудың миллион жолын үйретті. Мысалда енді өте тапқышсыз. Үйреніп алдыңыз. Тіпті бизнес мектебінің MBA-ін ап қойдыңыз. Жоқ, докторский қорғап алдыңыз. Керемет болды. Енді басыңыз деген ләмпішке жанып тұрған шырақсыз ғой, бәр жақын нұрын шашып тұрған Ленин бабасыз. Енді, бірақ ойлаңызшы, қанша басыңыз жанып тұрған шырақ болса да, бүкіл әлемге қараңыз. Мысалы, бизнес кітабындағы ең әдемі кітаптардың бірі, мысалы, қарапайым сол бизнес кітаптарын көпшілігін жазған адамдарды бір еске түсірсеңіз, егер ең атақты, ең бір бәрін нықтап, реттеп беретін кітаптарды көрсеңіз, көпшілік кедей болған. Психология кітаптарды алыңыз. Достық туралы бәрін жазып бітірген Дейл Карнеги бір өзі доссыз өледі. Неге? Өйткені сіз сұрайсыз, сіз қолыңыздан келеді, сіз талап етіп атсыз, бірақ мә нашау лиман нурид. Алла қалағанынша береді, және қалағанына ғана береді.